Асхат пен Жазира бір-бірін сүйіп қосылды. Жазираның әке-шешесі ерте қайтыс болып кеткен еді. Туысқандары бойжеткеннің ұзату тойын жасап бере алмады. Асхат болса дүркіретіп той жасады. Әке-шешесі кенже ұлдарының қызығынан ештеңе аяған жоқ. Несие алып, үлкен тойхана жалдап, ұлан-асыр той жасады. Жазираның қуанышында шек жоқ. Асхаттың анасын өз анасындай қабылдап құрақ ұшты. Қандай жақсы, енді менің анам бар деп қуанды. Асхат анасы Гүлжан, әкесі Тілеу, Жазира төртеуі бір үйде тату-тәтті тұрып жатты. Сөйтіп жүргенде Жазираның аяғы ауырлап дүниеге сәби әкелді. Қыз еді. Сол қыз дүниеге келмегенде бәрі сол қалпында қалар ма еді? Осындай ой келген сайын Жазира өз-өзінен шошынады. Өйткені Жазира қыз туғаннан ақ енесінің бұған деген көзқарасы өзгере бастады. Асхаттың ағасы басқа қалада тұрады. Ата-анасына анда-санда ғана келіп төбе көрсетіп кететіні болмаса, аса жақындығы жоқ. Гүлжан мен Тілеудің бар сүйенері Асхат еді. Жазира басында мән бермей, енесі шашап жүрген болар деген. Енесінің бұрынғыдай емес суық қарағаны жүрегін қарып өтсе де, сәбиді қолына алып мейірленбегеннен тіксініп қалған рас. Гүлжан сол күйі бейкүнә сәбиге жолаған жоқ. Жазираны бұрынғыдай жақын тартпайды. Жазира, не жаздым, неден жазықты болдым деп дал болды. Асхат таңнан кешке дейін жұмыста. Кешке жұмыстан шаршап келгенде қызын бір сүйеді де тамағын ішіп теріс қарап ұйықтап қалады. Жазира сүтке жарымады. Омырауынан сүт біресе шығады, біресе шықпайды. Тойынбаған сәби шырқырап жылайды. Сәби жылаған сайын Асхат ақылеп-уқылеп, соңында жастықты Жазираға қарай лақтырып, өшірші ананың үнін деп айғай салды. Анау деп тұрғаны өз сәбилері. Осы кезге дейін іштен тынып келген Жазира бұл жолы үнсіз қалмады. Асхат, саған не болды? Бұл сенің де балаң ғой, деді жыламсырап. Жылатпай бақ, кімнің баласы болса да, деді де Асхат көрпе төсегін жұлқи алып басқа бөлмеге шығып кетті. Жазира сөз сұрап жылаған сәбиін құндақтаған күйі сілейіп отырып қалды. Сәби жылап-жылап шаршап анасының құшағында ұйықтап кетті. Таңға дейін көзілмеген Жазира орнынан сүйретіліп тұрып шай дайындау үшін ас үйге кірді. Енесі оянып алған екен, күйбеңдеп таңғы астың қамына кірісіп жатыр. Неге жылай береді? Тойдырмайсың ба? Деп сұрады өкте үнмен. Иә, сүтім аз. Қосымша тамақ сатып әкеліп береміз-ау деймін, деді Жазира. Оған ақша жоқ. Кәдімгі сүтті бере бер, деді де Гүлжан қолындағы ыдысты сарт еткізді. Ойбай-ау, бір айлық сәбиге кәдімгі сүт бер дегені қайсасқаны? Ешкінің сүті болса бір сәрі, деді Жазира ішінен. Сыртынан енесіне қарсы сөйлей алмады. Жазира тұрмысқа шыққалы күйеуінің жалақысын көрген емес, қанша айлық алатынын да білмейді. Отбасының бүкіл қаражаты Гүлжанның қолында. Баланың ақшасы Жүргекпұл да Жазираның қолына тимеді. Карточканы енесі сұрап алған. Әйтеуір балаға керек жарағын әкелгені болмаса, Жазира жаңа киім алмағалы жылдан асты. Ел қатарлы қонақтыққа, жиынға барудан қашады. Өткені киіп баратын лайықты киімі жоқ. Амалы құрыған Жазира сәбиіне дүкеннің сүтін бере бастады. Аллам, балама ештеңе болмаса екен, осы сүтпен ақ өсіп кетсе екен деп жалбарынды. Бірақ баланың жас ағзасы майлы сүтті көтере алмады. Келесі күні Жазира бір айлық сәбиін құшақтап ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер сәбидің асқазанын шайып, дәріханада сатылатын қосымша сүтті ғана беру керектігін қадап айтты. Дәрігер, білесіз бе, қалай айтсам екен, енем осында келгенде өзін айтасыз ба? Менің айтқанымды тыңдамайды, сүтке ақша бермейді, деді Жазира. Дәрігер көзілдірігінің астынан алдында сүмірейіп тұрған келіншекке аң-таң болып қарап қалды. Түсінбедім. Бұл сәбидің анасы сіз. Неге талап етпейсіз? Балаңыздың ақшасы қайда? Деді дәрігер сұраулы жүзбен. Бәрі енемнің қолында, деді Жазира. Тоқтаңыз. Сонда сіз балаңыздың ақшасын енеңізге бердіңіз бе? Қазір қай заман? Көзіңізді ашып жан-жағыңызға қарасаңызшы. Өткен ғасырда қалып кеткен келіндер әлі де бар екен ғой, деп басын шайқады дәрігер. Дәрігер, біртүрлі естілетінін білем, бірақ менде бір тиын да ақша жоқ. Бәрін енем ұстайды. Сүтке ақша сұрасам бермейді. Сізден өтініп сұраймын. Енем осында келгенде өзіне айтыңызшы, деді Жазира. Жақсы, деді дәрігер. Гүлжан Жазиралар ауруханадан шығатын күні келіні мен немересін алып кетуге келді. Гүлжанды көрген дәрігер дүрсе қоя берді. Сәбиді өлтіріп қоя жазапсыздар. Майлы сүтті бір айлық сәбидің асқазаны көтере алмайды. Немереңізге қосымша сүт алып беріңіз, деді дәрігер қатқыл үнмен. Желдің қай жақтан ескенін сезіп қалған Гүлжан келініне оқты өзімен қарады. Бойын тез жиып алып дәрігердің алдында түлкідей бұлаңдап, «О, не дегеніңіз? Осы балалар үшін өмір сүріп жүрміз ғой», деді сосын. Жарайды, балаға бұдан былай майлы сүт беруші болмаңыздар.
Анасына да айттым, сізге де ескертемін, деді дәрігер. Үйге келген бойда Гүлжан келініне тап берді. Сен не деп жүрсің? Дәрігерге мен жаманат қылып не айттың? Отбасындағы сөзді сыртқа таситын адам жақсы келін болып жарытпайды, деді сосын. Ауруханадан қалжырап шыққан Жазира тамағына келіп қалған өксігін үркіп, тұншығып, үнсіз қала берді. Енесінің содан бері қабақ ашылған жоқ. Әр нәрсеге сөйлеп, сөзінің бір ұшын Жазираға келіп тірей береді. Ұйықтап кетіпті. Гүлжанның ащы даусынан селк етіп оянып кетті. Сәби пысылдап ұйықтап жатыр екен. Мына үйде келін бар ма жоқ па? Келінге келін болдық қой. Кешке дейін ұйықтайсыңдар, түнде тағы ұйықтайсыңдар. Мына үйдің тірлігін кім істейді? Ортасына үйіп тастап отырсыңдар, деп ас үйде бұрқылдап жүр. Жазира атып тұрып ас үйге жүгірді. Қазір жуамын, деп мыңқ етті ыдыс-аяқты көріп. Асхат қонақ бөлмеде теледидар көріп отыр еді. Жазираның даусы шыққанын естіген бойда жау шапқандай жүгіріп әйелінің жанына жетіп келді. Сен қатын менің анама сөз қайтарып тұрсың ба? Деді ашудан қалш-қалш етіп. Не? Қазір жуамын дедім, басқа не айттым? Деді Жазира. Анама қарсы бір ауыз сөз айтушы болма. Өңмеңді үзіп аламын, ұқтың ба? Деді де Асхат әйелінің бетін шапалақпен шақ еткізіп ұрып жіберді. Жазира есеңгіреп тұрып қалды. Бір ауыз сөзі үшін жазықты болған тілін тістеді. Гүлжан бәрін көріп тұр еді. Ыдысты жуда, тамақ жаса, деп ас үйдің есігін тарс етіп жауып шығып кетті. Бұл азапты өмірінің басы екен. Сол күннен бастап енесі келініне тізесін шындап батыра бастады. Отырса опақ, тұрса сопақ қылды. Істеген тамағын, жинаған бөлмесін, жуған кірін жақтырмады. Жазира не күйеуіне, не енесіне қарсы бір ауыз сөз айта алмайтын халге жетті. Енесінің қатулы қабағы мен жолдасының жуан жұдырығы келіншекті бейшара әйелге айналдырды. Сондай күндердің бірінде қайынсіңлісі күйеуінен ажырасып, екі баласымен төркінге көшіп келді. Үйдегі майдан шоғы қайынсіңлісінің келуімен одан әрі ұлғая түсті. Қайынсіңлі екі баласын тастап жұмысқа шығып кетті. Жазираның мойнына өз қызы мен қайынсіңлісінің екі баласын бағу міндеті артылды. Келіншек қылша мойным талша деп бұған да көнуді ұйғарды. Бірақ қайынсіңлісінің екі ұлы да әлі есі кірмеген сәбилер еді. Жазираның қызы бұл уақытта өздігінен отыруға жарап қалған. Жазира тамақ істеуге айналғанда қайынсіңлісінің бір ұлы сәбидің жанына қызықтап барып, соңында қызының шар еткен дауыстан жан ұшыра жүгіріп барса, қызы жерде жатыр екен. Ол қыздың қасынан айналсоқтап жүргенде төсектен байқамай құлатып алғанға ұқсайды. Ол қыздың қасынан айналсоқтап жүргенде төсектен байқамай құлатып алғанға ұқсайды. Жазира безілдеп қызын жерден көтеріп алды. Арғы бөлмеде жүрген енесі қалбалақтап шауып келді. Сен құлатып алдың ба? Деп келініне айғай салды. Жоқ, мен ас үйде тамақ істеп жүр едім. Мына бала қызымның жанында отырған, білмеймін не болғанын, деп жыламсырады Жазира. Сен өзіңнің балаға салғырттығыңды қызымның ұлынан көрейін дедің бе? Кінәсіз балаға жала жауып тұрғаныңды білесің бе сен? Арсыз, деді Гүлжан. Жазира арсыз деген сөзді естігенде одан әрі шыдап тұра алмады. Мені жек көретіндей сізге не істеп қойдым, сізге жақпадым ғой, деген сөздерді булығып бөліп әрең айтты. Асхат кешке жұмыстан келген бетте ас үйде анасымен күбірлесіп сөйлесіп жатып, жатын бөлмеге жұлқына кірді де, әйша жоқ әйелін тағы да таяқ. Асхат кешке жұмыстан келген бетте ас үйде анасымен күбірлесіп сөйлесіп, жатын бөлмеге жұлқына кірді де, әйша жоқ әйелін тағы да таяқтың астына алмақ болды. Ұрсаң ұр, өлтіре сал, деп ышқын айғайлады Жазира. Тілің шығайын деген екен сенің. Ал бәлем, сазайыңды тарт, деді де Асхат әйелін тепкілеп үйден сүйреп шығарып тастады. Гүлжан есікті ішінен кілттеп алды. Күн суық, үстінде бір қабық жұқа халаты, аяғында шұлықтан басқа ештеңе жоқ. Жазира дірдек қағып тоңа бастады. Бұл сезім оған жат емес. Кезінде талай туыстың есігін тоздырғанда, бөтен үйге кіруге бата алмай сыртта жүріп алатын. Сол кезде осылай дірілдейтін. Маңдайының соры бесел екен. Ит сияқты далаға қуып шықса да, барар жер басар тауы жоқ. Не әкесі, не шешесі болмаған соң, Жазира ешкімге керексіз. Енесінің сөзінен ұққаны, бұның бар кінәсі дүниеге ұл емес қыз әкелген екен. Елдің келіндері шекесі торсықтай етіп ұл табады, деп тілмен шағып отырғанын бірнеше рет естіп қалған. Жұмыстан атасы тілеу келгенде, Жазира далада дір-дір етіп отыр еді. Қарағым, бұл түрің не? Деп шошып кетті атасы. Сөйтіп Жазира атасымен бірге үйге кірді.